Саламатсыздар ма? Мен Шоныс Мұқыл атындағы номер 44-ші орта мектебінің 2-ші санатты химия пәні мұғалімі Сүгіров Күмісбек Серікбайұлы. What day is today? Today is 6th of February. What day is it today? It is Friday. What weather like today? What weather like today? How? Let's start our lesson. Енді бәріміз орнымыздан тұрайық. Орындықтың асты жағын қарасаңдар, әр орындықта нелер жапсырылған. Жапсырма қағаздар бар, қима қағаздар. Орындықтың астын қараймыз. Шет жағында, артында. Алтында сол жерде топ бойынша бірінші топта орналасқан элементтер бар жазылған, екінші топта орналасқан элементтер жазылған, үшінші топта орналасқан элементтер жазылған. Бірінші топта орналасқан элементтер мына топқа келеміз. Екінші топта жазылған элементтер. Екінші топта, яғни екі айлы қасиет көрсететін элементтер тобына. Үшінші топтың элементтері биметалдар тобына келеміз. Ал енді сабағымыз бастайық. Яғни бүгін үй тапсырмасымызды қарауды аяқтау мақсатында сендермен зертханалық жұмыс жүргіземіз. Бұл жерде тапсырма сендерде әр үш сынақта үш еркінді берілген сүйеленіңдер. Енді сол еркіндінің несін анықтау керек? Ортасын анықтауымыз керек. Анықтап болғаннан кейін оны кестеге толтыруымыз керек. Қазір үш не берген, яқта лакмус берген, не? Яқта қандай? Метиларан, биметалдар тобында қандай не берген? Фенолфталин, индикатор түрлері берген. Енді осы индикаторлардың көмегімен қай сынақта қандай зат бар екенін не аламыз? Анықтап жазамыз, е? Бірінші анықтап алайық, одан кейін оны кестеге толтырамыз. Кестелерден топ басшылары алдарыңызда бағалау парақтарын көріп, бағалау парақтарын толтырып отырамыз, е? Ал жұмысты бастап жазамыз. Елен дискриптор берілген. Көріндер ма? Әр тапсырманың астында самыстан сөйлесін. Сендерге қалай? Анықтатыс бар? Енді сол бойынша кестені толтырамыз. Пән болдық па? Кестені толтырамыз. Шүйінемізді сендер берген заттан басқан Болдық па? Кестен болдық па? Бірінші топ металдар тобы. Металдар тобы болдық па? жоқ, шүйінді тұрмаймыз ғой, мына жерде сендер қай нелерді белгі қойын, Бірінші топ бастаймыз келіңдер. Қандай не зат болғанын анықтадық. Немесе біз сынауда қандай
ұштық бар екенін білу үшін метиллоранжды әр сынаққа оны тамызған кезде оның түсі қызғылт сары болды. Яғни ол метиллоранж, оның бейтарап ортасы. Екіншісінде Ең топ болды, үшінші топ. Нені суреті шықты? Как сендерде? Бұлар ашып көрсетіңіз. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі. Онда бүгінгі тақырыбымыз сабағымыз, жаңа сабағымыз тақырыбы периодтық жүйенің сабағымыздың оқу мақсаты бізде Юберейден, Ньюлен, Менделеевтің еңбектері мысалында элементтердің жіктелуін білу және салыстыру. Ол бізде оқу мақсатымыз. Енді қазір алдарына мәтін беріледі. Мәтін берейік. Күн есін қолға алдарсын. Күн сағаттарында Немеге өз бетінше оқыған, Рейна Италияшка Ривила алынған Махаббат деген махаббат білім алғаннан кейін ол көріп болған. 1907 жылы Санкт-Петербург қаласында өз суретімен орналастырды. 1829 жылы неміс ғалымы Иоганн Вольфганг Гюберейнер элементтерді триадаларға бөліп, яғни үш-үштен орналастыру арқылы реттеуге тырысқан. Металдар тобы. Металдар тобы. Олардың барлығы химиктер, атақты ғалымдар болған және барлығы химиялық элементтерді үш топқа жіктеді. Және оның бір жұлдызша, үшінші топты екі жұлдызшамен бағаларын беріп отыр. Тоғыз тапсырма. Тоғыз тапсырманы орындаймыз. Жеке әрқайсымыз өз дәптерімізге орындаймыз. Одан жүктасып, не аламыз? Бір-бірімізбен алмасып тексереміз. Сүтма, бұл жерде күлімше арқылы тапсырма 6-шы тапсырма, 9-шы тапсырма. Дискретір берілген. Яғни 6-шы тапсырмадан не істеу керек? Периодтық жүйедегі X, Y элементтерін алуымыз керек. Анықтауымыз керек еді. Ал 7-шы тапсырма 3 минут уақыт беріледі. Дискриптор бойынша тапсырманы орындаймыз. Бағалаймыз. Сұртыма, білім алушылар. Әркім өзі жеке-жеке орындаймыз. Үш минут уақыт беріледі. Ал X, Y бізді элементін анықтауымыз керек. Бәріміз периодтық жүйені ашып, екінші период берілген бұл жерде. Z. Дұрыс орындадық ма? Не оны болады? Дұрыс па? Шынымен жүктас берді. Ақкербіздің ба? Ақкербіздің кәсіші. Дұрыс деген. Қазір Шульман үш көмекшісі арқылы Шульман